Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Куба, и бүгін біз бір внимание жетіспей жүрген адам туралы сөйлесеміз. Оның есімі... Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда Ханата. Вау. Стрёмный чувак, на самом деле. Қазір ютубтан қаншама біртүрлі адамдарды көресің. қалай береді мына шешеңнен пидор сен қотақ қос. Шешеңнен қом. Неге Ханата, неге трансвеститтар емес, неге Мұрат Әділда емес, неге анандай бір жындылар емес, бірақ негізінде науда да бір сондай жындылардың арасында жатады ғой деймін да. Бірақ просто маған бір жестко ұнамай қалған бір несі бар да, оның бір приложениясы деймін, қалай айтсам болады екен енді. Маған бір ұнамай қалған сөзі болды да оның, короче. Коронавирустың мәселесін мен тұқыммен шешуге болады. Чего, блин? Мысалы, адам мен тұқымды ішсе, ол коронавирустан жазылып кетуі мүмкін. Больной ублюдок. Осындайларды балалар көріп, потом үлгі ала бастаса, ол қарап отырсаңдар, негізінде кезінде жай ғана ойнап күліп жүрген бала болды, а превратился Малсың ғой, бля, мал, бля. Айтем мен саған. жыңғырып кеткен ғой деймін. По-моему, бала кезінде оған бір нәрсе болған ғой деймін да. Так, негізінде вроде нормальный пацан болған секілді ғой деймін. Это, конечно, неправда. Менің ойымша ол не үшін мынаны істеп жүр, өйткені внимание жетіспейді, либо жыңғырып кеткен шығар енді. Тағы да бір вариант бар негізінде. Оңай ақшаның жолын тапқысы келеді ғой деймін. Ал егер де осындай видео сізге ұнап жатса, сіз жалғасын қаласаңыз, жай ғана маған комментарияға жазыңыз, кім туралы тағы да шығарайын. Мен міндетті түрде сол адам туралы видео шығарам. Просто жай ғана комментарияға жазыңыз, кім туралы шығарайын болды. Ал сіздермен болған Куба, көріп отырғандарыңызға рахмет. Ұнап жатса лайк басуды ұмытпаймыз, тіркелуді де тоже. Сау болыңыздар.